Қайырлы күн достар, бүгін біз бір ингредиенттен екі түрлі сметана пирог жасайтын боламыз. Қамыры үшін бізге ұн, сары май, жұмыртқа, қант және де қопсытқыш қажет. Ұнды ситодан өткізіп, үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Және де жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырамыз. Үстіне қантты және де қопсытқышымызды қосып, қамыр илейміз. Толық құрамын видеоның астында описание бөлімінде қалдырамын. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Осы қамырымызды бірден екіге бөлеміз. Және осы қамырды бірден формаға жайғастырып, әдемілеп жаямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына қаймақ, 4 жұмыртқа және де қант қажет. Бұны жақсылап араластырамыз. Бізде осындай бір келкі масса шығу қажет. Осы массамызды екіге тең етіп бөлеміз. Енді бір бөлігіне краситель қосамыз. Менде қызғылт түсінде. Краситель болмаса, қызыл клубничный варенье қосуға болады. Осылай мінекей бір пирогымызды осындай розовый етеміз, қызғылт. Және де екінші пирогымызды сол салмаға ештеңе қоспай, өзін ғана саламыз. Бұны 180 градуста 25 минут пісіреміз. Осымен екі пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.